Дарик орносында. Аяғың ауыр ма деп. Жоқ, көтім ауыр, бүгін қантты төгіп алдым. Не болады? Не болайын деп жатыр? Басым бос емес деп тұрсың ба? Топкан қарыш киініп алған. Бәріне сәлем, қайырлы кеш. Гуджанға арналған тату ма? Білсін халық жүретімізді. Садырлы қызы бар. Достар, Әлішердің жаңа өлеңі бар екен. Достар, сәлем! Бөкей влог, Гүлнұрдың туған күндеміз. Барлық блогерлар осында. Влогты көріңіздер, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Кеттік! Дарик орносында. Кім алға? Мысықтар! Маған келіп қалай істейді, құлағымнан мен істеп отырмын. Айтпақшы, Дарикқа барлық сұрап жатыр. Аяғың ауыр ма деп. Жоқ, көтім ауыр, бүгін қантты төгіп алдым. Ал негізі? Көтім ауыр. Ертеңгісіне бізден гендер партияға бармаймыз ба? Жоқ, қайдағы аяқ ауыр. Енді өздеріңіз салдыңдар ғой одан стористі. Просто маған ауырып қалдым ғой мен, температурам көтеріліп, простуда болып жүрді, и бәрі маған сен аяғын ауыр шығар, беременна, что ли деп бәрі жазып кетті. Негізі ондай емес. Алла бұйыртса? Бауырым, беременна болу үшін бір нәрсе істеу керек қой, Дархан. О, әлі ештеңе істемеген ба? Сен қаяқтан білесің? Айтты маған, Дархан? Иә? Я десеңші ешін? Иә. Ассалам, қалайсың брат? Уағалейкум. Амансыңдар? Айтпақшы, достар, Дакентидің қызы бар. Қазір қызымен көрсеміз осы жерде. Қызым ойда. Мен қазір жұмсап жүрген оны. Мынандай түсіріп қоймын. Кәдімгі серьезно жүріп жатсыңдар ма? Бұйырса жазылады. Айтып қойдың ба? Алла бұйыртса, жазда. А? Мамамен таныстырды ғой, Үйдегілермен таныстырып, ана жоқ, мамалармен таныстырып, коллабоктармен таныстырып Иә, ол Алматы бірінші үйдегілермен таныстырдым өзім Таразға. Одан кейін бар, Алматыға келіп, коллабоктардың мамасымен, коллабокпен барлығымен. Қалай таныстыңдар? Инстаграмда бар ата. Достар, әлі той басталған жоқ, бірақ мына екі кісі Қайтамыз біз. тамақ жеуге келдіңдер ма? Иә, бесплатно. Болатқан естілер шүкір. Қазір отбасылық өмірге неше жыл болды сендерге? 1,5 ай. 1,5 ай. Қалай? Не өзгерді? Бірге латастадым. Серьезно ма? Тым өзгерген жоқ. Міне тамақ кәдімгі. Иә, етті мұжу керек. Тым қалдырмайшы, әйелің әдемі болады деуші еді ғой. Мен бұрында сол етті дұрыс мұжымағаннан вот сондай болып жатыр. Өттім ба негізі? Халқы өтті базар. Бай, нормально. Иә, екі көз, иә? Еще ет, мұж болғаннан кейін сүйегін лақтырып жібермеңдер, миы шалды. Фототься только, да? Познакомиться нельзя, да? Айтпесе қызың бар ғой сен? Көріп атып Нияқтан көрмесін, ана кесіп та, Достар, влогтың ортасында сіздерге кішігірім керек ақпарат. Сіздер мына кісілерді білмеулеріңіз мүмкін, бірақ бұл кісілердің телефондарын алу үшін сіздер барлық гифтқа қатысқан шығарсыздар. Өйткені бұл кісілер Gold Service. Реклама кетіп жатыр. Бұл кісілер Алматыда телефон сатумен бәрін сатамыз демеңіздер, телефон деп айтыңыз. Телефон бар, ноутбуктар бар, PlayStation'дар бар, бәрі бар. Бүткіл блогерлар сіздерден алады, иә, телефонды? Яғни, гифтар шын деген сөз ғой, сіздерден алып кетеді. Гифтар, иә, рас ойыңыз. Ең қымбат суммаға кім алды? Қай блогер алды? Ерболат Жаңабылов бар, Дакенти бар. Неше теңгеге алады? Жаңабылов неше теңгеге алды? 12 Pro шыққанда ең бірінші алды ғой, почти 800 миллион, 900 миллион. Өзіне сатып алды ма, әлі гифтқа ма? Жоқ, гифт қалды. Гифт өз подписчиктер. гифтка мен алдым ғой ең бірінші. Жоқ, одан кейін ең бірінші Қазақстанға келмей тұр. Қарызға алатын блогерлар бар ма? Жоқ, қарызға алып Мен қазіргі моментте 400 мың қарызым көрші. Кешірген сияқты ғой, жоқ деді ғой. Кешірген сияқты ғой, жоқ деді. Енді сонда иманды кісілер да бұнда үшін рахмет. Көп рахмет, достар. Бұл кісілерге жазылып қойыңыздар инстаграмдарына. Бұл кісілер Алматыда. Егер телефон керек болатын болса, гифтқа қатыспай сатып аламын дейтін болсаңыздар, мына кісілерге келіңіздер. рахмет, алла разы болсын.
Достар, бүгінгі той иелері осы кісілер. Кел, Гүлек. Ал қош келдіңіздер. Не болады, не болайын деп жатыр? Бүгін менің туған күнім и буфенің жынысын анықтаймыз. Кім болады? Өзі кім болады деп ойлайсыздар? Кім болады деп ойлайсың? Ол. Ол? Мен де ол деп тұрмын жалпы 2-0. Маған айтып қойған ғой, бірақ мен ешкім айтқан жоқпын. Білесің. Маған Тек айтып жалғыз қойды. біледі. Жақындарынан біреу біле ма? Жоқ, ешкім білмейді. Және Гүлек нешеге толдың? 22-ге. Достар, барлығымыз шын жүректен Гүлекті туған күнімен құттықтаймыз. Бұл жерде неше блогер шақырдыңдар? 100-ден жоғары. 100 блогер осында болады қазір. Және де достарың бар өздерінің күнделікті өмірде. Бұйырса. Гүлек, бірақ жарайды сен білесің ғой. Сен ұлғалап тұрсың, е? Жоқ, бұйырғаны, бірақ мен сезімім ол сияқты бар. Ішкі сезім. Әзірге білмейді, осы видеоның ортасында біз сіздерге Ерболаттың көңіл күйінің қалай болғанын көрсетеміз. Конечно. Эмоциясын көрсетеміз. Обязательно ғой. Бұйырса. Басқа Жүрек дұрыс қой. қалай? Гүлек, ата-аналарың, ата-анаң біле ма? Тек қана сен ғана білесің. Иә, тек қана мен и ешкім басқа білмейді. Туысқандарынан біреу келді ма? Не біледі, гендер патис дейді Біздің адамдар. Құлсардан қонақтарымыз, туған жерімізден қонақтар көп келді. Егер бізді Құлсарының қыздары, ұлдары көріп отырса, сіздерге жалынды сәлем. Міне, Құлсарының бәрі осында. Құлсарының бәрі осында. Танитындардан Коко Джамбо Құлсардан, бізде Парасат Ибраев Құлсардан, Қанай Құлсардан. Кәдімгідей Алматыда Құлсардың бір филиалы бар екен ғой, атақты адамдар көп екен. Басқа, болашақта не күтеміз сендерден? Қазір курс жасап жатсыңдар. Иә. Кеттік. Сол салада бізді үлкен бағытта көретін боласыздар, бұйырса Бұйырса школамызға келіңіздер. Мектеп ашып жатсыңдар. Мектеп ашып жатырмыз бұйырса. Не жайлы болады ол мектеп? Білім беру саласы бойынша. SMM, Инфобизнес. әртүрлі бизнестер. Инфобизнес саласы бойынша. Бұйырса шәкірт. Өте керемет. Шақырғандарыңа көп-көп рахмет. Қош келдіңдер. Енді кеттік шоуды көреміз. Кеттік. Достар, тағы да бір Құлсарының жігіті. Осы жерде. Бұрында көп көретінбіз, қазір неге көрмей кеттік, Парасат? Қайдасың? Не істеп жатсың? Мен кадрдың сыртында отырамын, бірақ өнердің айналасындамын. Немен айналысып жатсыңдар? Клип түсіремін. Клип? Соңғы рет қандай клип түсірдіңдер? Соңғы ретте Жамбыл, оның алдында Әділет Жауғашар. Біраз клип Әділет Жауғашардың клипін сендер түсірдіңдер ма? Айымен бірге түскен? Айымен түскен. Тағы? Соңғы бір жақсы кейстардан. Так, қазақ концертіне түсірдім, ол жерде Роза Рымбаева бар, Мақпал Жүнісова, Оразбаев сияқты. Сосын кім? Бұйырса, Айқынға түсірілу керек, Дастан бар. Дастан Оразбек. Көп жоспар. Саладан кеткен жоқсың, осындасың? Осындамын, конечно. Қорық әлі бар. Бар. Жоқ, осы жылы еще өзім мини-блогер болған үшін. Сәма? Қайтадан шығып. Құлсарының жігіті енді көбісі танитын шығарсыздар, бірақ көп қазір бұрында телевидениедан, интернетте көп көретін еді, қазір көрінбей кетті. Сол үшін сұрап жатырмын. Осында. Не жаңалық бар? Жақын арада не күтеміз? Көп жаңалық. Қандай? Айта алмайын. Басың бос емес деп тұрсың ба? Жоқ. Басың сол қалпы бос. Иә. Жақсы. Тағы қандай жаңалықтар бар? Қазір өмірімде бір қалыпты. Бұлай ештеңке болып жатқан жоқ. Жақсы. Сіз жарасыз. Контенттеріңді жасап қашан бітесіңдер, Алишер, Анеля. Екеуі страницалар вообще қосып тастамай ма? Алишер, нижний пробел, Анеля. Жоқай. Онспаев, Нижний Кенжебекова. Нормально. Екеуі бір ана үйленіп кеткен бір страница сияқты. Бір-бірлерін сала береді. Ғашық қой бір-бірлеріне енді қатты бақытты болыңдар жандар. Жастар ғой. Махаббаттар жанып тұр. И сен еще білесің ба, Алишер қалай, Анеля қалай сохранить етіп тұр Алишер, да? Еркетайым. Азаңмен бүгін Анеля жазып тұр ғой. Біз не де қонды айтсайшы. Азаңмен тамақ іштің ба дейді. Мен ішкен жоқпын ғой, сол үйде тұрып деші әлі. Ұйқыдан тұрған кезде ғой. Басқаша отырамын просто. Тамағын жалып жасап жатыр. Күні түнді тамақ, короче, обед, ужин, сондай ғой, короче, завтрак. Зарежу. Дайт дұрыстап. Күнде азаңда завтрак, сосын обед болады, сосын ужин болады. Сосын орталарында чай болып тұрады. Полдик. Полдник. И сосын киімім всегда таза үтіктеулі. Сосын тағы не болады? Сосын әйелім красавица.
мына екі кісі параларын қарасыңдар сен. Пара ғой. Сендерді айтып жатыр да, бүгін таңертең бірінші болып сообщение келді. Тамағыңды іштің ба деп уайымдайды. Я маған өмірде айту керек. Тамақты уайымдау керек. Ауырып жатсың ба, ауырып жатқан жоқсың ба? Бірдеңке айтайын, таңертең сообщение келді дейді. Тамағыңды іштің ба деген дейді. Мынау айтып берді, сенен келген сообщениені. Қатты болып қаршы, кейін алған. мен сондай бош давай бір мынандай бош. Салмашы бауырым. Ұстап Алып ішесің бе аяқа? Аяқта ал өзің алып ішесің бе? Турция ғой, брат. Дубай. Қарсай Кенжебекованыз не істеп жатыр? Давай істе. Еркетайым, я люблю тебя. Енді бидач бол. А? Бидач бол. Очуку-чуку, очуку-чуку, очуку-чуку. Кім бар? Көп қой. Мына екі параны қараңыздар. Мына параны көріп алсаңыздар, міне осылай. Бәріне сәлем, қайырлы кеш. Бөкейдің подписчиктарына бәріне сәлем. Ставьте лайк, не забудьте комментарий. Первый лям. Да. Кстати, достар, біздің каналдағы ең бірінші миллион просмотр осы жігітпен болды. Көп-көп рахмет. Шын айтамын, даже біз ойлаған жоқпыз. Саған звондадым, Ереке бола ма, да? Все. Нұрдәулетке көп-көп рахмет. Свел, интервью записали. 1 миллион интервью бізде әлі 1 миллион қаралым жинаған жоқ. Ерболаттың интервью 1 миллион қаралым жинады. Көп-көп рахмет. Жақын арада, вот, к этому идем. Жақын арада соманы көп сұрайды. Комментарийға жазыңыздар. Келейін ба, келмейін ба? Все, комментария көп болса, міндетті түрде сома келеді, иә? Сіз Ерболаттардың жеке фотографсыз, иә? Видеограф. Дәреже осындай ғой, достар, блогерлардың қараңыздар, өзінің жеке видео операторын алып жүреді. Соткаға түсіру деген жоқ. Міне, ал кеттік. Достар, көрдіңіздер ма? Соткаға ешкім түсірмейді қазір. Бұл кісілердің деңгейі мынандай. Меня звал, но я честно. Мына қараңдар, міне. Дархан, джинсы сені. Ертең. Жалар бар ғой, жаңа бұл деді да, қараса үстіне істеп тұтады. Все нормально. Ерболаттың сторисынан сықау үшін бәрін істеп тұр ғой. Все, ребят, вот. Құттықтаймын сендерді тоже. Родной, хотел, честно, хотел. И я хотел вживую, хотел поздравить, не написать, поэтому құттықтаймын сендер, бақытты болыңдар, ауырмаңдар. Все, круто. Историки очень интересные. Это благодаря ей, честно скажу. Серьезно говорю, вы дополняете друг друга. Кім баласы десеңіздер, мына жігіттің баласы. Бөкейға, жеті айында ешкім бөкейға түскен емес атам. Достар, әдеттегідей блогтың ортасында сұхбат Қазақстандағы ең танымал тамадалардың бірі, әсіресе Батыс Қазақстаннан Нұртілек. Рахмет. Нұртілек, сенен сұрақ қойын. Қазақстандағы сен үшін топ 3 тамада кім? Қазір той жоқ қой, айтар едім. Ал оған дейінгі? Тұрсынбек Талғатов. Никулин. Айбатов, иә. Әлем Серғали. Сабыржан. Қазір Алматыда тойға келдің бе, әлде осы мейрам үшін келдің бе? Осы қонаққа шақырды, осы мейрам үшін келдім. Осы мейрамға. Той болып отыр ма не? Жақсы. Достар, Ерболат Гүлнұр кәдімгідей дайындалған, қараңыздар. Міне. Ал достар, басталайын деп жатыр. 1 минуттардан кейін қазір басталатын болады. Это моя девушка. Ой, салем. Осылай тұрғанымызға бір 10 минуттай болды. Ал достар, бір шапалақтарыңызбен
шақыртумен Тура келгендерің қалай еді сендердің? ортаға қарсы алайық. Тура келдің ғой сен? Сондаймыз бар өзіміз. Қазір ортаға Тату серьезный ма? адамдар керек. Серьезно? Стиль ғой мына. Тани көрсің. Қалай? Неше теңге тұрады жарет? 30 мың. Ең қымбат не бұл жерде? Бағасы? Так, Apple Watch 600 серияда бөлінді. 600 серияны айтасың. Бұл осы екеу. Достар, мына баланы қараңыздар. Бос молокосос, енді қараңыздар. Мына баланы қараңыздар. Тренинг деген ойнады, что, зачем, что, где, когда деген ойыншақта. Қазір барлығыңыз ақылдасасыздар, команда бірінші сұрақ, 5 секунд уақыт. Шашты қарасай. 184 миллион. Кәдімгідей дрейді ма? Мына жігіт қараңдар. Ұйқыдан ең туған сияқтысың сен? Мен ойламадым. Давай. Мынау сонда туған күн плюс гендер бати ма? Мынау сұрақ енді барлықтан Өз ойыңыз. білу керексіз. Жақсы. Еліміз осылайдан запрет қойып отырған кезде мен бата алмай тұрмын оны. Отыруға ма? Бата алмаймын мен. Просто мимо өтіп батқам. Гостиницаға келгенмін. Гулик, Дубайда не істедің? Не істемедім, сұрақ қойсайшы. Неше болдыңдар? 2 апта. 2 апта? Серьезно, тату көрсеші татуды. Гуджанға арналған тату ма? Серьезно, Гуджанға арналған тату ма? Не, это кто как понимает. А на самом деле қандай? Идеологиясы, философиясы қандай? Идеологиясы ол екеуміздің арамызда достық. Болды. Болды. Да. Негізі шын мәнінде не бар? Достық па? Әлде? Дубайда екеулерің бірге жеттіңдер ғой? Бір номерде? Неше болдыңдар дедіңдер? 1 ай? 2 апта. 2 апта. 1 ай болған сияқты болды. Әйтеуір қосып айтып жіберу керек қой да. Жарайды, қоспаймыз енді ол. Өз аузыңнан естіген күшті ғой бізге. Шын мәнінде не бар? Достық қана бар. Айтпақшы, Гүлжанның ата-анасы сені біледі, иә? Көзқарасы қандай? Білмеймін, оны ол кісілерден сұрау керек менен емес. Болашақта қандай пландар? Неге жоқ болып кеттіңдер? Тек қана Дубай қандай? Сторис. Өзімнің семейный проблемаларым болса, үшін айтпай қойын. Бәрі жақсы ма? Иә, бәрі. Жылан. Айтпақшы, Сіз қайда жоқ екенсіз? мен осындамын, ойымдамасай. Айтпақшы, сен Дубайда болғанда жыланды кім бақты? Өзі жүрді. Жалғыз өзі бір жылан. Тамақ, су. Су ішеді ғой бәрі өзі. Тамақ дайындап. Жоқ, өзі бір айда бір ақ рет ішеді өзі тамақты. Бір жеген кезде 10-20 қойынға жібіреді. Сөйтіп бір ай бойы қортады. Сенің ойың қыз ба, ұл ма? Қыз. Неге? Білмеймін. Қинап статус ғой. Айтшы, қинасымен. Зорға статус боласың. Бәрі парменкідіңе, сене парменкідіңе. Мен де әйтеуір әпкем болса да криваймен. Әпкем болса да? Әпкем. Баршаңызға сәлем достар. Бұл Бүрке арнасында дәке зы-зы-зы. Аягөз әлден болып кеткен бүгін. Маған қарап отыр Аягөз. Аягөз. Жігітше өзің бар айтып тұрсың ба? Жүрші. Айтам, бәрі білсін. Келін бала туған туылсын. Бұл жерде отырған әркімнің Мен бір шықты айтайын. Давай. Бәрі ойлайды мен Дубайға тек достармен бардым деп ше. Мен на самом деле Аягөзбен барғам. Бәрі білсін осыны. Ойнап айтады құрсын. Жоқ, арамызда дым жоқ, просто бірге бардық. Айт, білсін халық жүретімізді. Ұялып отыр. Оған не дейсің, Аягөз? Не дейсің оған?
Иә. Көзқарасың қалай болатын еді? Нормально. Айка менен жақсы болса ма? Иә. Уж жігіті болатын сияқты маған дейін. Жүріп кететін сияқты. Сен қазір қызың бар ма? Жоқ. Бар ма негізі? Алиш бар ма жекте? Осы жер тиктокқа райқа әркезге қара. Садырдың қызы бар. Райқа жіберіп Жоқ. Неге қоясқандай? Мен де жоқ деп айтқанмын. Жігіт жайтып тұр ма, ол өзі тартпа сен өзің Мен әлі басым бос деп тұрсың ғой. Мүмкін жүрген шығар, білмеймін. Жоқ, еще көрдің ба не дегенін? Алиш, айтады ғой, мүмкін жүрген шығар, аяқтар. Жүр ма негізі? Еркекше. Білмеймін ғой, еркек. Алиш, еркекше деді. Ей, ойнамашы өзің. Достар, Алишердің жаңа өлеңі бар екен. Бар ма? Бар. Қашан шығады? Так, премьера. Трек айтсың. Менің ана 5 жылға деген. Сенде өлең бар. Менде бар. Кіммен? Қадылбек Жаңаяғымен. Қашан шығады? Әлі белгісіз. Шығып қойған бірақ. Әлі несіне пигына жеткізу керек дайындап. Сізде? Көріп қосасың. Так, менде бұйыртса осы келесі февральдың 15-іне кіріп келейін деп тұр. Конкурспен бірге. Достар, байқасаңыздар, 300 мың қаратпен снова екеу кіріп келеді. достар, байқасаңыздар, Алишердің көзі қып-қызыл, ауырып жүр мына бала. Махаббатпен. Махаббатпен. Қалай емделуге болады? Маған жазыңдаршы өтініш деп. Менің қызым Бұның қызы жоқ. Білесіз? Жоқ. Жоқ, Алиш сен доссың ғой, білесің ғой жекше. Жігітше айтшы бар деп айттым ба? Көрсеттім ба? Еркекше. Friends. Не? Ортақ приколдар. Жоқ, бұл сұхбат болып жүрді аяқтан. Сұхбатқа неге шақырып алдың мені? Сұхбат. Жұмыстарым кетіп жатқан адам. Мен екеуінің бір ащы шындығын айтайын. Блогер Екеуінің әттеуір жасырып жүрген бір заттары бар. Әрқайсысын каждому айтып бере аламын. Айтпа. Шамалы уақыт Нәқта бейтіп жатсың ба? Уақыт сай айтып жатсың ба? Не үшін? Сол уақытты Просмотр ұзақ болды ғой. Осы уақытты сақ қойды. Қырқасыңдар ғой беріп Наташа. Былайынан ұстайсың да наша. Каналым бол, ютубтан каналым бол. Қандай? 800 мың подписчик. Тұр жасауындар екеуін. Тұр жасауын. Өзім кіріп келейін. А? Бір, екі, үш. Нәқым бәрі күтіп қалған шығар бізді. Достар, әрмен қарай жалғастырамыз. Қызықтар әлі алда, бұл Бөкей влог. Алшымен достар, бүгін біз Ерболат пен Бендердің туған күнінде және де кеттік бірге. Директ. О, қыздар дейтін. Көрейік та мына жақта енді қыздар. Достар, азафазан директ. Ал. Міне. Так, мына өзіміздің балалар. Дана деген кім? Мынау Жоқ, Дана ше, Дана. Ол қарындасым. Жоқ, ал жоғар ше, ең бірінші тұрған ше. Жақсы. Айтпақшы, бұл жерде Құлсарының адамдар өте көп, Өте көп. Құлсарының бүгін бір кішігірім корпоратив болады. Сорийский корпоратив болады. Құлсар несімен әйгілі? Құлсары мұнайымен. Басқа? Өнерімен. Одан Кул деген команда бар еді ғой, Кулштадт. Кулштадт. Сен сода ойнады ғой негізі айтпақшы, бірінші. Джинсы киіп шығады, комбез. Да. Мына кісінің блогын естің қараңдар күшті. Мен қараймын. Рахмет. Елер. Көріңіздер, достар. Махаббаттың жырына, жүрегімнің сырына, арман гүлім ажарымсың сен. Арман гүлім ажарымсың сен. Достар, бұл жерде барлық блогерлар бар. Бәрін көрсетуге сіздерге тырысамыз. Достар, және де біздің каналда жаңа лицолар. Жаңа түспей қалған мына кісілер, міне. Алла бұйыртса, 40 сұрақ жазайық, иә? Бізде 40 сұрақ деген бағдарлама бар. Екеуміз істейміз ба? Бір адам күшті болды. Жақсы, екеулеріңізбен жазамыз. Отырып артта. Жақсы. Бір сұрақ Новый не еді, новый проект сияқты ғой. Бір-бірден істеді ғой, негізі тұрды ғой, иә? Біз екеу. Сіздер екеулеріңіз. Жақсы. Алда уақытта қандай пландар? Жақсы пландар бар енді. Пландар. Орындаласын көресіздер ғой. Пока айтпай қойып. Все, жақсы. Мен айтып қояйын деп. Давай. План өте көп, негізі. Достар, басты сұрақтардың бірі Ерболат ұлы ма, Ерболат қызы ма деген сұрақ болған болатын. Жаңа ғана анықтады. Ерболат
ұлы болатын болды. Ерболатты тағы да құттықтап қойсаңыздар болады. Алдағы уақытта әке атанады. Ай тапты. Ақыры тапты. Міне көрсетейін деп жатыр қазір бүкіл халыққа өзінің сүйгенін. Таппапты. Таппапты ғой. Күнге киіппекенсің ба? Иә. Ай, егер де Садырдин сенімен жасты болса, Садырдинға көз қарасаң қандай болатын еді? Жақсы болатын еді. Қалай болатын еді? Қандай варианттары бар қарайтын? Білмеймін енді қалай қарайтын едім. Ол саған қазір әпке деп қарап жүр. Иә? Сен қалай қарайсың? Егер ол менімен жасты болғанда ма? Білмеймін, мүмкін. Бірақ мінездеріміз келісіп бәрі. Мінез онша емес па? Жоқ, мен мінезім онша емес, оныкі жақсы. Келіспейді мен. Не қарап тұрсың? Аузым ашып қапты ма? Хорошо. Түркістаннан келдіңдер, иә? Айға гүл алып келдіңдер ма? Сол Түркістаннан сол үшін келдіңдер ма? Прям Түркістаннан солдырмай әкеліп тұр ғой. Гүлектерге емес, маған оқыды. Иә. Оқырмансыздар ма? Бұл қыздар менімен көріскісі келген екен да, и біз қазір соны обсуждаем, мен кездескісі келіп жүрген, 2 апта бойы былай деген, и вот сәті түсіп тұр. Дирекке жаздыңдар ма? Жоқ. Номер таптыңдар ма? Осылай шықтық қой, осылай қонақ болып келуге. Қонақ болып Мына жерде келіп. 5 адам қонақ болып келеді екен ғой, мына жерде, оказывается, ол жерде. И сол бесеуінің екеуі Жақсы. Ты зажигалка, моя девочка, ты в зоне доступа, но ты не моя. Какая детская тут стрелочка, с тобой мне просто все время нравится. Сегодня снова будет пати, я стою в модный бар, подъезжай с кем-то на Бугатти, ты шикарна, бойфренд стар. Засмотрел на дыр тепло, твой YouTube, смотрю нон-стоп. Ты вдвоем останови меня, сходишь с ума твоя. Мои сотна, звезды, наши сердца вместе всегда. Вот образ неземной, мои глаза тянут меня, твой нежный танец. Сонымен достар, влог аяқталды. Каналға тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды айтпасам да білесіздер. Сіздермен бірге болған Бөкей каналы. Көп рахмет осы видеоны көргендеріңіз үшін.